Қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сметаник жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 200 грамм сары май, 2 жұмыртқа, қамыр қопсытқыш, 400 грамм ұн, 1 кесе қант керек болады. Ұнның үстіне қамыр қопсытқышты салып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне бөлме температурасындағы сары майды алып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызбен сары майды араластырғанда осындай масса пайда болады. Сметаникке қажетті заттардың мөлшерін сілтемеге жазып қалдырамын. Жұмыртқаға жаңағы қантымызды салып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Алдағы уақытта осындай рецепттерді жіберіп алмас үшін подписаться батырмасын басып қоюларыңызды сұраймын. Видео ұнап жатса таныстарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Дайын болған араласпаны жаңағы ұнның үстіне салып, жақсылап араластырып, илеп аламыз. Қамырымызды илеп болдық. Енді оны пищевой пленкамен бетін жауып, тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Листті майлап, дайындап аламыз. Қамырымызды тоңазытқыштан алып, енді оны листке жайып шығамыз. Қамырды бәрін алып, осылай бір шетінен жайып аламыз. Неке қамырымыз әдемі жайылып жатыр. Енді оның шетіне осылай тағы да қамыр жабыстырып шығамыз. Астында қалған қағазды алынуы өте оңай, қалып қойды деп уайымдаудың қажеті жоқ. Осылай бәрін жақсылап жайып шығамыз. Қамырымызды осылай жайып алдық, енді оның үстіне вилкамен тесіп шығамыз. Қамырымызды дайындап болдық, енді оның үстіне сметаник кремін дайындаймыз. 4 жұмыртқаға тағы да 1 кесе қант салып, қаймағымызды салып, жақсылап венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Осындай керемет крем дайын болды. Енді осы кремді сметаниктің үстіне құйып аламыз. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырып кетсеңіздер болады. Шетінен осылай басып шығамыз. Құрметті көрермендер, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп отырыңыздар. Енді осы сметанигімізді пешке 180 градуста 40-45 минутқа қойып аламыз. Міне өте керемет сметаник дайын болды. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет.